Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырып бас ауруы. Бас ауруының себебі. Басыңыз жиі ауыра ма? Бас неліктен ауырады? Себебін іздеп көрдіңіз бе? Жалпы бас ауруы адамға әртүрлі дәрежедегі ауырсыну әкелетін және көп қолайсыздық тудыратын сырқат. Оған себеп көп. Психикалық және эмоциялық шаршау, бас миы тамырларының склерозы, бас сақинасы, мидың органикалық аурулары, ісік, инсульт және организмдегі әртүрлі дәрумендердің фолий қышқылы, B12 дәрумені, мыс, темір, B6, D дәруменінің жетіспеушілігі де бас ауруын тудырады. Сонымен қатар суды аз ішу, алкогольді көп қолдану, көп ұйықтау, бөлме және ауа температурасының жоғары болуы, жоғары ылғалды болуы да бас ауруын тудырады екен. Енді күнделікті өмірде бас ауруын тудыратын 6 нәрсеге тоқталатын болсақ. Бірінші, кофеин. Кофеин шектелген шамада адам ағзасы үшін зиян емес, тіпті пайдалы. Айта кетсек, ол бірнеше дәрілердің құрамына кіреді. Алайда, кофені жиі, тұрақты түрде көп ішу тұрақты бас ауруының пайда болуының себебі бола алады. Күнделікті ішетін кофенің шамасын қысқартыңыз, алайда бірден кофеден мүлдем бас тартқанда дұрыс емес. Екінші, сыр. Бас ауруы қарапайым күнделікті жейтін сырға байланысты болуы мүмкін. Әсіресе көгілдір сыр, чеддер, пармезан және швейцариялық сырлар бас ауруын туғызады. Басқа осы сырлардың құрамындағы тирамин атты зат әсер етеді. Сыр ұзағырақ тұрған сайын ішіндегі тирамин көрсеткіші өседі. Үшінші, шұжық. Шұжықтың құрамында бас ауруын туғызатын тирамин мен нитраттар атты химиялық қосылғыштар бар. Тағамға қосылатын химиялық түземдер кейбір адамдарда бас ауруын тудыруы мүмкін. Төртінші, аштық. Ас уақытын жіберіп алып, тамақтанып үлгермесеңіз, бастың ауруы аштық сезімінен де бұрын сезінесіз. Мәселе қанның құрамындағы глюкоза шамасының азаюында. Мұндай кездері тіске басар тәтті кәмпиттер, шоколад, печенье көмекке келе алмайды. Одан да толыққанды ас ішіңіз. Бесінші, темекі шегу. Темекі шегу бастың айналып ауруының бірден бір себебі. Темекі шегіп тұрған кісі өзінің де, қасындағылардың да денсаулығына үлкен зардап тигізетіні белгілі. Никотинмен дем алу мидағы қан тамырларының тарылуына әкеледі. Нәтижесінде басыңыз қатты ауырады. Темекі шегуді қойып, шылым шеккен адамдардың қасында тұрудан бас тартсаңыз, түсініксіз бас ауруларынан сауыға аласыз. Алтыншы, стресстік жағдайлар бас ауруының басты себептерінің бірі. Күнделікті бір орында жұмыс істейтін адамдар бас ауруына жиірек шалдығады. Бас ауруын тез арада жаза алатын оңай дауалардың бірі жеңіл физикалық жаттығулар. Жұмыс орнында тұрып, кеңсені бір айналып келіңіз, далаға шығып қол мен аяққа жеңіл жаттығулар жасаңыз. Міне, осы 6 жағдайда бастың ауруы болады екен. Егер басыңыз жиі ауыратын болса, ең алдымен оның тұрпаты мен бастың ауруына әсер еткен факторларды анықтау керек. Бас қатты ауырмаған жағдайда бас ауруымен қоса жүретін жүректің айнуынсыз, қысуынсыз, аса қатты батпай, бүлкілдемей ауырғанда және бас сақинасы қатты ұстамаған кезде парацетамол көмектеседі. Алайда, егер бұл дәрі сізге көмектеспесе, құрама дәрі-дәрмектерді қолдануға болады. Мысалы, парацетамол плюс стероидтық емес қабынуға қарсы дәрі плюс кофеині бар препараттар. Бас сақинасы ұстағанда қолданылатын арнайы препарат триптандар. Егер бас ауруымен қатар гипертониялық ауруға шалдықсаңыз, жиі гипотензивті терапия қабылдап жүріңіз. Бас сүйек ми зақымынан кейін бастың ауыратыны қалыпты жағдай. Мұндай кезде парацетамол мен стероидті емес препараттар қолдануға болады. Алайда, егер 1 минут ішінде күрілдек тәрізді ұстамалы ауру белгілері болса, жүрек айнысы, құсатын болса, онда дәрігерге қаралып бас сүйек ми компьютерлік томографиясын жасату керек. Бас сақинасынан мәңгілікке арылуға бола ма? Ота арқылы соқыршекті емдейтіндей қылып, бас сақинасын толықтай емдеп жазу мүмкін емес. Бірақ оны емдік препараттар арқылы бақылауда ұстауға болады. Кейбір жағдайларда бас сақинасының ұстауы өздігінен тоқтауы мүмкін.
Бас әрең жазылатын жағдайларда, егер бас сақинасы айына 2 және одан да көп рет ауыратын болса, дәрігерге қаралу ұсынылады. Ғалымдардың болжамы бойынша бас ауруының 300-ден астам түрі бар. Сондықтан дұрыс диагноз қою үшін және тиімді ем алу үшін бас ауруын емдейтін цефалголог дәрігерге қаралған жөн. Өз бетінше емделу қауіпті. Мақала қажетіңізге жарады деген үміттеміз. Келесі видеода көріскенше.